Эй, бәріне сәлем, бүгін әдеттегі күн, алынчы әдеттегідей влог. Бәрін адам бастайын. Біз кеше түнде Айжан екеуміз қыдырып жүргенде күдікті бір жануарды көрдік. Ол кішкене мысыққа ұқсады, бірақ бір түрлі. Маған сенбейтіндерге кеше видео түсіргем, оның сосын жүктеймін. Сосын Айжан ол мысықты шақырды. Ол бізге жүгіріп келгенде біз таң қалдық. Бұл мысық емес, бір қорқынышты сонсыз болды. Мүмкін ол ауру болған шығар. Сол үшін онда сонсыз түр. Мен оны Айжаннан қуып жіберейін дегем. Бұл моңғол мені тістеп алды. Ай, жамандай қышып тұр. Және ашып тұр. Біз бірден ауруханаға бардық. Бір укол салды. Бір дәрі ма, білмеймін. Ертең кезеттеген ойдамын. Қазірше менде температура. Келесі кездескенше. Бәріне сәлем. Басым ауырған кетпеді. Қолым әлі қышып тұр. Және білейін, қышыған жерде бір фигня шықты. Оның екенін білмеймін. Қап, жаман көрініп тұр. Анам әлі көріспедім. Қазірше қайтадан ауруханаға бару керек. Бүгін сіздерге стрим түсіргелі жатырмын. Бұл жолы мен қолым арналған емес. Айжанды шақырып ауруханаға барып келу керек. Келесі кездескенше. Бәріне сәлем, ассаламуалейкум. Мен әлгі мысықтан бір ауру жұқтырған шығармын. Басым ауырып тұр, қолым қышып жатыр. Мүмкін емес. Бүгін ауруханада болдық. Ол жерде қолымды қарады және анализдеріме бәрі жақсы деп айтты. Және бір-екі күнге ауруханаға жатқызып қалуымыз мүмкін деді. Бірақ блогсыз сіздерсіз не істеймін? Қысқасы, біз ол жерден қашып кеттік. Анализ жақсы болса, энше жақында кезеттеген ойдамын. Осылар бірдеме жақты, және бір-екі күннен соң кету керек. Бәріне сәлем. Бүгін мен Айжанмен, ол маған көмектесетін болады. Әйтпесе менде жамандай әлсіздік болып тұр. Оларға қолымды көрсетші. Короче, міне мына жерде пипец. Ой, сенің мойнында. Қарашы. Жеркенішті. Өшірші камераны. Бәріне сәлем. Бүгін мен Макстың орындамын. Бәрі Макстың қал жағдайын сұрап жатқан боларсыздар. Ол тұра алмай жатыр. Оған дәрілер тығып жатыр, бейшараға. Жатыр менің артында ауырып. Оның орнына влог түсіре тұрып сұрадым. Сіздер бәрін біліп жүру үшін. Қысқасы, осы 2 күнде не болғанын айтып берейін. Кеше Макс ұйықтап қалған. Ол фигня бүкіл денесінде пайда бола бастады. Ал түнде ол жоғалып кетті. Макс тұрды. Және мен бәрі жақсарған шығар деп ойладым. Сосын влог түсіреміз деп тұрғам. Бірақ мен оның қорқынышты бет-келбетін көрдім. Сосын ол далаға шығып, псих секілді көгершіндерді қуа бастады. Және біреуін ұстап алған соң, оны жеді. Достар, біздің соңғы видеоларымыз миллион просмотр жинап жатыр. Бірақ бұл өтірік емес. Және ойлап табу емес. Онымен бір түрлі зат болып жатыр. Біз анасы екеуміз оның мысығын апарып тастадық. Себебі ол оны жегісі келді. Макс?